Сәлеметсіз бе? Урологиядағы ең жаңа шекаралардың бірі робототехника туралы сөйлесейік. Роботтық хирургия өте сәнді естіледі. Бұл кілттік тесікті хирургияның жетілдірілген түрі. Бұл негізінен шебер мен қол конфигурациясы. Біз хирургтер шеберміз, ал роботтық жүйе біздің қол қозғалыстарымызды жай ғана қайталайтын қол. Роботтық хирургияның артықшылықтары жақсырақ көру, жақсырақ үлкейту және дәстүрлі кілттік тесікті хирургиямен салыстырғанда, яғни лапароскопиямен салыстырғанда жақсырақ дәлдік. Урологиядағы роботтық хирургия үлкен жолдан өтті. Ол маңызды рөл атқаратын екі маңызды сала бар. Бірі простата обыры. Мұнда роботтық көмекпен радикалды простатектомия алтын стандартты емге айналды. Роботтық хирургия үлкен өзгеріс әкелген екінші сала бүйрек обырлары. Тарихи тұрғыдан алғанда кез келген бүйрек обыры бар науқастардың бүкіл бүйрегі алынып тасталатын. Бірақ роботтық хирургиямен біз тек ісік бөлігін алып тастап, қалыпты бүйректі мүмкіндігінше сақтап қалуға қабілеттіміз. Роботтық хирургиямен біз күрделі бүйрек ісіктерінде де операция жасай аламыз. Осылайша науқастарымыз үшін Құдай берген қалыпты бүйректі сақтап қалуға болады. Тек бүйрек обыры мен простата обыры ғана емес, урологияның көптеген қырларында роботтық хирургия өзгеріс әкелді. Роботтық хирург ретінде біз өз қызметтерімізді Аполло ауруханасында, Баннергатта жолында, ең заманауи Венци, роботтық жүйесімен ұсынамыз. Рахмет.